Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Instagram парақшамда тест сұрақтарын жариялаған болатынмын. Сол тест сұрақтарын бірге талдайық. Осындай тест сұрақтарының талдауын жіберіп алмау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп қой. Біріншісі, судағы және құмдағы оттектің массалық үлесі. Судың формуласы бәріміз білеміз. H2O. Ал құмның формуласы кейбір оқушылар білмеуі мүмкін. Кремний диоксиді. Енді осы жерде біз екі формуладағы оттектің массалық үлесін есептейтін боламыз. Массалық үлесті есептеу формуласы омега, мына жерде оттек элементін аламыз, тең болады атомдық масса оттек бөлінген молекулалық масса су көбейтілген 100%. Әрі қарай 16-ны бөлеміз 18-ге, көбейтеміз 100%-ға. Сонда жоқ шамамен біз 89 деген пайызды алады екенбіз. Екінші формуладағы оттектің үлесі, оның құрамында екі оттек бар, сондықтан екіні алдына шығарып жазамыз. Екі көбейтілген атомдық масса оттек бөлінген молекулалық масса кремний диоксиді көбейтілген 100%. Сонда екіні көбейтеміз 16-ға, бөлеміз 60-ға, көбейтеміз 100-ге. Осы жерде жоқ шамамен бізде 53,33 шығады екен. Мына жерде 53 дегеннің өзін аламыз. Сонда жауабымыз Е болады. Екінші, 2,3 диметилбутан құрамындағы көміртектің массалық үлесі. Бұл жерде де массалық үлесі есептейміз. Бірінші, 2,2 диметилбутанды жазайық. Құрылымдық формуласын бәлкім біреуге керек болып қалар. Бірінші, бутанның құрылымын жазамыз. 2,3 диметил, яғни екінші және үшінші көміртектен метил радикалы шығады. Ары қарай қалған көміртектерге сутектерін қосып шығамыз. Екі шеткеде 3 сутектен, ортаңғы екеуінде бір сутек атомдарынан болады. 2,2 диметил бутанның құрылымдық формуласы осындай. Ары қарай құрамында 6 көміртек бар. Омега көміртек тең болады 6 көбейтілген атомдық масса көміртек бөлінген молекулалық масса. Жинақталған формуласын жазамыз. С6H14 көбейтілген 100%. Осы жерде 6 көбейтілген 12 бөлінген 86 көбейтілген 100%. 6-ны 12 көбейтсек бізде 72 болады. Осы 72-ні 86-ға бөлеміз және ары қарай 100%-ға көбейтеміз. Мәні бізде 83,7% шығады екен. Үшінші, массасы 64 грамм оттек молекуласының зат мөлшері қандай? Бірінші зат мөлшерінің формуласын жазып көрсетейін. Зат мөлшері тең болады масса бөлінген молекулалық масса. Бұл жерде біз оттек молекуласын аламыз, яғни О2. Молекулалық массаның орнына біз оттектің екі атомын қоямыз, яғни зат мөлшері тең болады 64 бөлінген 32, яғни 16-ны 2 көбейтеміз. Сонда бізде 2 моль шығады. Төртінші, күкірт қышқылының 196 граммдағы зат мөлшері. Күкірт қышқылының формуласы H2SO4. Тағы да зат мөлшерінің массаға қатысты формуласын қолданамыз. Зат мөлшері тең болады масса бөлінген молекулалық масса. Масса бізде 196 грамм, ал күкірт қышқылының молекулалық массасы 98 грамм бөлінген моль болады. Осы жерден 2 моль шығады. Және соңғы 0,152 моль натрий гидроксидінің массасы нешеге тең? Натрий гидроксиді
Молекулалық массасы 40 грамм бөлінген моль болады. Зат мөлшерінің формуласын қолданамыз. Масса бөлінген молекулалық масса. Осы жерде біз массаны табу үшін осы формуланы түрлендіреміз. Яғни масса тең болады зат мөлшері көбейтілген молекулалық масса. Сонда 0,52 көбейтілген 40. Бұдан бізде 20,8 грамм шығады екен.